Тренингтің жыры. Авторы Мықтыбек Орастайұлы. Тренинг өткіземін, сен қатысасың, деді бір танысың. Ол не? Өмірімде ондай сөз естісем құлағым керең болсын. Байлыққа жетудің жолын айтамын, мотивация беремін, стимул беремін. Байлықты айтып еді, елең ете қалдым. Жарайды, барайын. Олай болса алдын ала ақшасын бер. Қандай ақша? Тренингтің билеті 15 000 теңге тұрады. Өй, ондай ақша жоқ менде. Тем более құр ақылға бала 15 000 бере салып. Жоқ болса біреуден сұраңыз. 15 000 теңгеңізде жоқ екен, мына түріңізбен байымайсыз. Ал менің ақылдарым тыңдасаңыз, қалай баю керектігін біліп аласыз да, іске кірісесіз. Сөздерінің біріне түсіндім, біріне түсінбедім. Сонда қалай, ақылды сатасыз ба? Иә, солай. Бәрібір миыма кірмеді. Баюдың жолын айтады да қояды екен. Негізі қалай баюды өзімде білемін. Бірақ баю үшін де біраз қаражат керек емес пе? Бұл дәуде болса соны айтады да, басқа не айтады дейсің? Банк тонау керек демесі анық. Жарайды, деді білгішім. Сізге бір жеңілдік берем. Тренингке 3 адам табыңыз. Сонда сіз тегін кіресіз. Бір апта дегенде 3 адамды әзер көндірдім. Бірақ біреуі де билет алмады. 3-еуі 9 адам тауып келетін болды да, тегін кіретін болды. 3 апта өтті. Жаңағы 9 адам енді тренингке тегін кіру үшін 27 адам іздеп жүр екен. Тағы бір аптадан соң мүлде тренингтен бас тарттым. Әлгі 27 адам тренингке тегін кіру үшін 81 адам іздеп кетіпті деген ақпаратты естігім де келмеді.